Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода ораза қандай ауруларға ем, сол туралы айтатын боламын. Ораза лимфоциттердің жұмысын жетілдіреді, адам ағзасының қорғаныс жүйесін нығайтады, иммунитеттерге қатысты жасушалардың құрамын жаңартып жақсартады. Ораза адам денесін май басудан, семіруден сақтайды. Оның зардаптарын залсыздандырады. Бұған дұға, Құран, намаз оқып қана қол жеткізуге болады. Ораза бүйректі тас жинаудан қорғайды. Себебі ол кальцийлену процесіне кедергі жасайды. Қандағы натрий құрамын көбейтеді. Мұның бәрі несеп жолында тас жинайтын тұздың бөлінуіне тосқауыл болады. Ораза ұстаған адамның ас қорыту жүйесі оның қосалқы жүйесін жақсы жұмыс істеп, ас қорыту мен сіңіруге барлық мүмкіндік ашылады. Оразаның ақыл естен айырылу дертіне шипасы мол. Мәскеудің психиатрия институты ашығу және диетаның көмегімен ақылдан адасушылықты емдеуге болатынын анықтап отыр екен. Ораза әйелдердің бала көтеру қабілетін арттырады екен. Ер адамдардың бел күші бұрынғыдан да күшейеді. Оразада су ішпеу ағзаның қуатын нығайтады, оқып үйрену қабілетін жоғарылатады, зердені жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады екен. Бұл ораза адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді екен. Адам қарны аш кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенділікпен жұмыс істейді екен. Адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды, яғни терідегі су құрамы да кемейді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі, яғни тері ауруларымен күресуге көмектеседі екен. Бұл ас қорыту жүйесінің дем алуына мүмкіндік береді, дегенмен адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерде бөлінгенмен сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді екен. Ас қорыту жүйесіне пайдалы. Рамазан айы арам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Қан қысымын түсіруге және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денеге маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамы және адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне алып келеді. Және қант ауруына тосқауыл болады екен. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Егер де видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, олар да оразаның денсаулыққа пайдасын біліп жүрсін. Достар, оразаның пайдасы көп, барлық организмге ораза пайдалы. Алла үшін ораза ұстағандарыңыз қабыл болсын. Келесі видеом финики, яғни құрма туралы болады. Сау болыңыздар.